Баршаңызға сәлем. Осы видеодан кейін сіздің Иранға деген көзқарасыңыз мүлде өзгеруі мүмкін. Немесе жаңа ақпараттар алып біліміңізді толықтырасыз. Сол себепті видеоны аяғына дейін қараңыз және біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Себебі біз сіздерге әрқашан пайдалы ақпараттар беріп тұруға тырысамыз. Иран жай ғана мемлекет емес, ежелгі өркениет, Парсы патшалығы кезінде әлемнің 1/3-ін басқарған. Бұл ұлттың жады 1000 жылдық, бірақ бүгін біз тарихты емес, Иранның қазіргі режиміне, тыныс тіршілігіне тоқталамыз. Бүгінгі жүйе қайдан, қалай бастау алды? 1979 жыл. Иран шахының батысшыл саясатына қарсы көтеріліс революцияға ұласты. Халық әділет іздеді, бірақ дін атынан диктатура келді. Шах шетелге қашты, аятолла мешіттен шығып мемлекетке кірді. Содан бері дін биліктің құралына айналды. Бір кездері империя ғылыммен басқарды, қазір пәтуамен. Қасиетті Құран әділеттің кітабы, бірақ Иранда ол жазалау нұсқаулығына айналған. Иранда президент бар, бірақ шешім аятоллада. Иран конституциясы бойынша аятолла тек діни көсем емес, әскери, сот, медиа қауіпсіздік саласының жалғыз төрешісі. Мешіт пен парламент бірігіп кеткен, ал екеуінің арасына халық сыймай қалған. Десе де Иран халқы басшыға бас шұлғи беретін момын халық емес, өз құқығын қорғай алатынын 2022 жылы бір көрсеткен болатын. 22 жастағы Махса Амини орамалды дұрыс тақпады деген себеппен әдет полициясының қолынан көз жұмды. Осы бір өлім миллиондаған әйелдің үнін оятты. Иранның 160-тан астам қаласында бір мезетте шеру басталды. Алғаш рет әйелдер билікке біз сенің шариғатыңмен емес, өз жүрегімізден шыққан сеніммен өмір сүреміз деді. Ұран қысқа, бірақ ауыр. Әйел, өмір, бостандық. Бұл жай құқық емес, бұл ұлттың жан айқайы. Бұл феминизм емес, бұл адам болуға талап. Бұл хиджабқа қарсы емес, мәжбүрлеуге қарсы күреседі. Иранда цензура бар, бірақ соған қарамастан бұл ел таяу шығыстағы ең көп ғылыми мақала шығаратын мемлекет. Білімге шектеу жоқ, тек еркіндік жетпейді. 2023 жылы Иран әлем бойынша ғылым, техника, инженерия, математика саласында ең жылдам дамып келе жатқан елдердің қатарында саналды. Кино ирандық қарсылықтың мәдени майданына айналды. Джафар Пахани, Асгар Фархадидің фильмдері жүйеге тікелей сын, бірақ әлемге естілетін үн болды. Панахи үй қамақта отырып iPhone мен This is not a film атты фильм түсірген болатын. Бұл еркін ойдың темір есіктен де өтетінін дәлелдеген символ. Университеттерде қыздар саны жігіттерден көп, бірақ оларда әйелдерге басқару құқығы берілмеген. Әйел қабілетті болғанымен қызметте ер адамдар. Қазақстанда да жастар талантты, бірақ бізде де кей жағдайда жүйе олардың алдынан есік емес, қабырға салады. Ирандық ғалым, режиссер, музыкант бәрі режимге бағынбай өнермен қарсы тұрады. Бұл мәдениеттен шыққан үнсіз революция. Тарихта жауынгерлермен емес, ақындармен жеңген ұлттар бар. Иран солардың бірі. Қазіргі Иранның режимі Құдайдың атын жамылып, өз дегендерін манипуляциямен жасатқысы келсе де, адамға құл болғысы келмейтін рухты халқы саналы жастары бар. Олар күресті тоқтатпайды. Халық үндемесе, тирания сөйлейді, ал үндеген халық тағдырын өзі жазады. Иранда сөз айту қауіп, бізде сөз айтпау әдет. Бүгінгі үнсіздік тыныштық сияқты көрінеді, бірақ ол ертеңгі шындықтың табытына айналуы мүмкін. Бүгін күреспесек, ертең кешірім сұрап тұруымыз мүмкін. Кімнен? Әрине, өзімізден. Еркіндік көктен келіп түспейді, ол ұрпақпен бірге келеді. Ал сол ұрпақ бізбіз, тек үнсіз қалмауымыз керек.
Дәл осындай ақпараттарды мен сіздерге тұрақты түрде бөлісіп тұрамын. Сол себепті біздің арнамызға жазылып, ұнаса өзіңіздің лүпіліңізді басып, пікіріңізді қалдырыңыз. Келіспесеңіз де пікіріңізді жазыңыз. Себебі біздің арнада ешқандай цензура жоқ. Кез келген адам өз пікірін қалдыра алады. Келесі бөлімде жолыққанша аман сау болыңыздар.